Сәлем достар, бүгінгі видеода сіздерге ет асқан кезде салынатын нанның қамырын қалай илейміз соны көрсететін боламын. Ал сіздер каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Оның үйленуі өте оңай. Дүкендегі жаймадан 10 есе дәмді әрі күшті болып шығады. Сонымен қатар бұл қамырды манты жасағанда, пельмен, орама, лағман сызғанда қолдануға болады. Жасалу өте оңай әрі тез. Қазір бір жайым еттің шелпегі шығатын қамыр илейтін боламыз. Ол үшін бізге үлкен қасықты толтырмай тұз саламыз, бір жұмыртқа және де бір кесе су құямыз. Кесеміз қатты толмаған болу керек. Өзіміз шай ішетіндей көлемде. Тұз бен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Оған суымызды құямыз, тағы да араластырамыз. Сосын 1,5 кесе ұн салып, жақсылап қасықпен араластырып аламын. Маған осылай басында қасықпен араластырып алған ұнайды. Енді сіздердің қалауларыңыз білсін. Нан илердің алдында міндетті түрде қолыңызды жақсылап тұрып жуасыз. Әсіресе тырнақтың арасын. Басыңызға орамал тағып алыңыз. Шашыңыз түсіп кетпеу керек. Енді өстіп қолымызбен илейміз. Біртіндеп ұн салып отырамыз. Алдымен ыдыстың ішінде біраз илеп аламыз, кейін дастарханды сүртіп, тап-таза жерде, міндетті түрде құрғақ болу керек. Сол жерде илейміз. Сол кезде қамырымыз жақсы иленеді. Қамырды илеген кезде ол өте жұмсақ болмасын, және де өте қатты да болмасын. Сәл қаттылау болса жарайды. 4-5 минут өстіп жақсылап илеп аламыз. Қамырыңыз сәл қаттылау болса, ол жыртылмайды, үзілмейді. Өте жақсы болады жайған кезде де. Жайған кезде жұқалап, жақсылап жаямыз. Илеп болғасын дайын болған қамырды міндетті түрде жарты сағаттай тындырып қоямыз. Сол кезде қамырдың иіні қанып, өте жақсы жайылатын болады. Мына жерде қамырды басып, қаттылығын тексеріп жатырмын. Мен үшін осындай қаттылықта болған өте ыңғайлы. Бір жайым қамыр 4-5 адамға жеткілікті. Қамырды тындырған кезде міндетті түрде ауа өтпейтіндей ғып оны жауып қоямыз. Каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар.